Бұл видеомызды ушул К7-ден баштайлы анда. Свежий келген Кореядан. Өзүн фирменный К7 летый дистерінде. Жылы 2009, объему 2.7, телефон номерлері есін күнге чағылып жақшы көрінбей атса, нұрына 552 00 03 13 коробка автомат деп жазылып тұрады қағазында. Қаңқы жағынан көрініші. Байланыш телефондары 0771 18 39 76. Салонда бір көрсетіп қойылы. 0771 18 39 76. Подогрев руля бар екен, антизанос кнопкасы, мультируль, круиз контроль. Таблосы да жанып тұрады, приборный панелінде 91 845 км деп көрсетіп тұрады, одометрі пробеген. Кнопка старт стоп, двухзонный климат контроль екен. Бұл жағында екі режимде подогрев сидений. Сиденьялары мынандай кожада, қатурағы екен кожасы. Машинаның бағасы $10.000 болады есі. Kia K5. Бұлдағы жаң келген. Бұрдағы апта жоқ өлі. Дискалар бір башқача, низко профильный шиналарда. Бірінші машинаның көрінішін тартып қойын сіздерге. Мұнда көрінгенде да кішіне шығып тұрады балонның қырлары корпустан. Жылы 2011, объему 2. Коробка автоматлы болады, жазылып отыр. Басы $10.500. Машина жауы екен. 2 зоналы панорамный люк екен. Машина тонировка парда болған үшін ішкі салоны көрінбей атады. Honda Civic sedan. $2005, объему 1.7, телефон номерлері есін, бағасы $6.300. Люк бар екен. Lexus RX 330. Жылы 2004, объему 3.3. Телефон номерлер 554 40 72 40. Бағасы $13.000 болады деп жазып қойып тұрды. Ішкі салонын көрсетіп қойды. Toyota Camry 30 кузов. $2002, объему 2.4, бағасы $6.000. Коробка автомат. Телефон номерлері 702 70 15 00. Hyundai Santa Fe.
Жылы 2016, объемы 2, дизель, телефон номерлері байқалып отса керек. Коробка автомат. Бағасы $17,000 отат, айтылыш бағасы. Ички салонда bir тартып берейін, бесключевой доступ функциясы бар. Бұл жанында помощник спуска с горы, антизанос, подогрев руля, баяқы режимдерге котору, круиз контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, инжин. 2 зоналы климат контроль, подогрев сиденье 3 режимде. Сиденьялары көріп отырсыздар, бүтін жыртылған, езілген жерлері жоқ. Подлокотниктағы кожамен тегілген екен. Басы $17,000. BMW 3 серияда. Жылы 2008, объемы 2, телефон номерлері жана басы жазылып тұрады. Люк бар екен. Олондар мынанда литиода. Басы $7,500. Hyundai Solaris рестайлинг. Рестайлинг бұл уже мына фарларының ішінде айырмасы болады. Башқача болып тұрады. İçine салондорында да башқача өзгөрүштөр бар. 2016, объемы 1.6, бензинде, коробка автомат. Телефон номерлері. Есінің жана басы $7,600. Honda Jazz 2008, коробка автомат, телефон номерлері, жана объемы 1.4. Басы $6,300 отат. Есі. Машина жабық екен. Сыртынан эле көрсөтүп берейин. Урматтуу көрүүчүлөр, Jazz көрүп атасыңар. Ар бир 4-чү эле машина ушул катарларда Jazz. Эми ушул Jazz өтө өтүмдүү машиналардын бири болсо керек. Байкагыңыздардай. Биринчи, экинчи поколениядагылар бар. Бир сыйра ушундай көрсөтүп да коеюн деп аттым, мен кандай да машиналар коюлуп турат. Hyundai Grandier. Бұл да ушу представительский класстагы эле машиналардын бири болуп кетет. 2012, объемы 3, коробка автомат, телефон номерлери есин. Корейский тонировкада экен. Бұл да свежий келген, мурда апта жок эле бул машина. Басы есі жоқ екен, жанды адамдардан сұратсам $12,000 деп аткандай болду деп аткан. Mercedes-Benz E-класс 212 кузовта. Дискалары да мынандай кара түстөгөн. Жылы 2009, объемы 3.5, коробка автомат, телефон номерлері жана басы $13,000 деп жазылып турат. Chevrolet Cruze 2 же рестайлинг деп коебуз бу. Cruze'дун өзгөрүштөр бар. Айрыкча оптикаларында.
2016 объемы 1.8, телефон номерлері есін. Коробка автомат. Есі көрінбейді. Бұасын жана ішкі салон тартып берейініз. Toyota Prius гибрид. Жылы 2012, объемы 1.8, есін телефон номерлері. Мо сервисный книжкалары да бар екен, оларды өтен қойылып тұрады. Açık ele. İçki salonda bir kıskaça көрсөтүп koyun. Велюру екен. Сиденьялары. Коробка ондай. Робот. Мультируль. Приборный панельдері о жерде. Ортолықта жайгашкан. Басы $12.000. $12.000. Кішіне кем бар дейді.